Тізенің қақсап ауыратынын бір күнде емдеуге болатынын білесіз бе? Қалай емдейтіні жайлы толығырақ видеода айтатын боламыз. Тақырып қызық болса, видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп өтіңіздер. Тізе ауруы жаста да, егделерде де кездеседі. Тіпті балабақша жасындағы балақайдың өзі тізенің ауыратынын айтып шағымданады. Ал үлкен әже, апаларымыз тізенің көзі ауырды деп, қолын тізесінен алмай уқалап отыратын байқайтын едік. Жалпы тізе неге ауырады? Тізе бір ғана себептен ауырмайды. Оның қақсап ауыратынына бірнеше жағдайлар себеп болады. Біріншісі жарақат алғанда. Тізе шығып кеткенде, жартылай тайғанда, аяқ сынғанда және бұлшығы созылғанда тізе ауырады. Ауруы ұзаққа созылып, тіпті уақытылы емдетпесе, созылмалы ауруға ұласуы ықтимал. Екіншісі, тізенің буыны шығып кеткенде. Егер тізеңіздің іскенін байқасаңыз, онда тізе шығып кеткен болуы ықтимал. Үшіншісі, тізе буынындағы ішкі және сыртқы шеміршек ажырағанда. Мұндай диагноз негізінен спортпен айналысатындарда жиі кездеседі. Ал егер тізені бүккен уақытта сықырлап ауыратын болса, онда сізге минералды заттар жетіспейді. Төртіншісі, сіңір зақымдалғанда. Қатты ұрып алсаңыз, немесе құлап қалсаңыз, тізенің арты мен айналасы ауырады. Бұл сіңірдің зақымдалғанынан белгі береді. Бесіншісі, артрит пен артроз. 50 жастан асқандар осы ауру белең алады. Бұл алдымен тізенің жұмысын тежейді. Аяқтың, буынның қақсап сырқырап ауруына әкеледі. Салдарынан жүріп тұру қиынға соғады. Алтыншысы, тұз байлану. Егер аяғыңыздың тізеден төмен тұсы ауыратын болса, онда ағзада несеп қышқылының көбейгенін айқындайды. Дереу тексеруден өтіп, арнайы ем-дом жасау қажет. Тізенің ауырғанын үйде емдеуге болады ма? Жаныңызға батып мазаңызды алып жүрген бұл дерттен құтылу үшін мына 3 кеңеске назар салыңыз. Бірінші кеңес, әрине тізенің ауруына халықтық жолмен шипа табуға болады. Ол үшін 3 ас қасық мейіз, 4 ас қасық желатин, 2 ас қасық асқабақ дәні, 200 мг бал, 4 ас қасық күнжіт, 8 ас қасық зығыр дәні қажет. Дайындау тәсілі. Алдымен дәндерді бір ыдысқа салыңыз. Оны блендердің көмегімен жақсылап ұнтақтайсыз. Оған мейіз, желатин, күнжіт және бал қосып, тағы да блендермен араластырыңыз. Бір келкі қоймалжың болған кезде шыны ыдысқа салып, қақпағын мықтап жабасыз. Бұл ыдысты тоңазытқышта сақтау керек. Дайын болған емдік қоспаны күніне 2 рет таңертең аш қарынға және түскі тамақ алдын 1 ас қасықтан қабылдайсыз. 1 аптадан соң-ақ оң нәтижесін көре аласыз. Бұл қоспа тізенің қақсағанын басады. Сіңірдің ауырғаны жазылып, қуаттанады. Буынның жұмысы жақсарады. Зат алмасу реттеледі. Екінші кеңес. Фольгада өз кезегінде тізенің ауруына ем болатын қасиетке ие. Ол үшін түнде ұйқыға жатардың алдын тізеңізді фольгамен ораңыз. Сыртынан жылы орамал таңып таңға дейін жатасыз. Осы әдісті ерінбей 2-3 күн жасасаңыз, тізенің ауырғаны басылады. Үшінші кеңес. Егер тізеңіздің айналасы ісіп ауыра бастаса, сарымсақ майының көмегіне жүгініңіз. Ол үшін 300-400 грамм сарымсақты қабығынан тазартып, блендермен ұсақтайсыз. Үгіндіні 1 литрлік шыны бәңкіге салып, үстіне өсімдік майын құясыз. Ыдысты күн тимейтін жерге қойып, күнде 1-2 рет қозғап қойыңыз. Шамамен 2 аптадан соң езбені 4 қабатталған дәкемен сүзіп аласыз. Дайын болған сарымсақ майын тізеңіздің айналасына сіңдіріп жағасыз. Тіпті аяғыңыздың ауыратын тұстарына жағуға да болады. Бір келкі етіп жағып болған соң сыртын пленкамен орайсыз. Оның сыртынан жылы орамал байлау керек. Емді түнде жатар уақытта жүргізесіз. Осылайша таңға дейін жату керек. Бұл емді 1 рет жасағаннан-ақ оң нәтижесін байқайсыз. Үй жағдайында буындарды сау сақтауға болады. Буындарды сау ұстауға көмектесетін бірнеше қарапайым, бірақ тиімді әдіс бар. Біріншісі, қалыпты салмақты сақтау. Артық салмақ буындарға жүктемені арттырады да,
Бұл буындардың зақымдалуына әкелуі мүмкін. Артық салмақ денедегі қабыну процесін қоздырады және бұл буындарға кері әсер етуі мүмкін. Екіншісі дұрыс тамақтану. Белгілі бір минералдар мен дәрумендердің жетіспеушілігі немесе артық болуы сүйек пен буын ауруларының қаупін арттырады. Ағзадағы D витамині мен кальцийдің қалыпты деңгейін сақтау өте маңызды. Үшіншісі ыңғайлы аяқ киім кию. Аяқты қысатын аяқ киім, қатты табан, тым биік және тұрақсыз өкше буындардың шамадан тыс жүктелуіне және олардың бұзылуына әкелуі мүмкін. Төртіншісі орташа физикалық жүктемелер орындау. Бұлшық еттерді күшейту, икемділік пен тепе-теңдік жаттығуларын орындау өте маңызды. Алайда шамадан тыс дене жүктемесі буындарға теріс әсер етуі, яғни жарақатқа, зақымдалуына және біртіндеп бұзылуына әкелуі мүмкін екенін есте сақтаған жөн. Бесіншісі темекіден бас тарту. Бұл теріс әдет ағзаның кальцийді тиімді сіңіруіне жол бермейді, кейінірек буындардың бұзылуына әкелуі мүмкін. Құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым осымен аяқталды. Сіздерге барынша пайдалы болдық деген үміттеміз. Құрметті көрермен, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп отыруларыңызды сұраймыз. Бізді жоғалтып алмас үшін, барынша пайдалы мәліметтерді алу үшін әрқашанда каналдан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.